Мотивацияны қайдан аламын? Бұл маған жиі қойылатын сұрақ. Рас, өзіңді алға жетелейтін, мақсатқа ұмтылдыратын жігерді табу оңай емес. Алайда мотивацияны сырттан, яғни басқа адамнан күту нәтиже бермейді, әрі ол жасанды болады. Түрлі курс, сабақтарға барған кезде дәл сол уақытта жігерленіп, мотивация алып, өзіңізде бір күшпен алға ұмтылу пайда болғанын сезесіз. Бірақ шамал уақыттан кейін желі шыққан доп құсап, қайтадан бәз баяғы қалпыңызға еніп, ештеңеге сеніміңіз бен жігеріңіз жетпей, тағы сол ықылассыз күйге түсесіз. Себебі әлгі сабақтар мен курстардың әсері уақытша ғана болды. Оның негізгі себебі мотивацияны өзіңізден емес, сырттан іздеуде. Сыртқы мотивацияның әсері әрі кетсе бір аптаға жетеді. Сондықтан ішкі жігеріңіз, өзіңізге сеніміңіз, түпкі қалауыңыз анық, берік болуы керек. Мотивацияны сырттан емес, өзіңізден іздеп табыңыз. Ойға алған іске қолыңыз жүрмей, түрлі сылтаумен кейінге қалдырып, бастап кетуге батылыңыз бен күшіңіз жетпей жатса, демек ол сіздің ішкі қалауыңыз емес. Ми оны істегісі келіп тұрған жоқ деген сөз, маңызы төмен дегенді білдіреді. Егер бір іс сіз үшін ауадай қажет, өте маңызды болса, сіз оны ештеңеге қарамастан жасайсыз. Қарапайым ғана мысал, таңертең ерте тұру керек болса, атқаратын жұмысыңыз маңызды болса, ұйқыңыз қанбаса да түрлі кедергілер мен қиындықтарға қарамастан амалын жасап, әйтеуір тұруға тиісті уақытта тұрасыз. Өйткені ол сіз үшін маңызды. Ми соны түсініп тұр. Ал егер сіз үшін ол күні ерте тұру аса маңызды болмаса, тұрмау үшін түрлі сылтау ойлап табасыз. Демек, алдағы істің, ойдың, шешімнің іске асуы оның маңызына байланысты. Алдағы атқарылатын жұмыстың нәтижесін адам миына маңызды етіп көрсете алмаса, яғни ми оның маңызы мен пайдасын көрмесе, мотивацияны өшіріп тастайды. Жалқаулық, еріншектік, кежегесі кейін тарту іспетті адамды алға емес, артқа тартатын кемшіліктер осыдан шығады. Сол үшін ешкімге тәуелді болмай, өзгенің әсеріне мұқтаж болмай, ішкі мотивацияны бекітіп, нығайтқан адамның алмайтын қамалы жоқ. Алдымен жасағалы отырған жұмыста ойға алған істі не үшін істемексіз, маңызы қандай пайдасы бар екенін түсініп алыңыз. Өзіңіз үшін пайдасы мен мәні жоғары болса, онда мотивацияны сырттан біреуден іздеудің қажеті болмайды. Неғұрлым ішкі қалауыңыз күшті болса, іштен шыққан жігер мен ұмтылыстың қуаты да соғұрлым мықты болады. Мұны не үшін істемекпін? Кім үшін істемекпін деген сауал қою арқылы әр істің өзіңізге пайдасы мен маңызын анықтап алыңыз. Бұл бір. Екіншіден, не істесеңіз де біреуге бірдеңені дәлелдеу үшін емес, қоғамның басқа адамдардың ықпалына көніп, талабына жауап беру үшін емес, тек ішкі қалауыңызбен, тілегіңізбен іске асыру керек. Үшіншіден, жоспарлаған істің, алға қойған мақсаттың соңғы нәтижесін, жеткізгіңіз келетін дүниенің толық суретін көз алдыңызға анық елестетіп, миға соны айқын көрсетіп беруіңіз қажет. Бұл жерде түпкі ниет жатыр. Ниетіңіз дұрыс болса, оң болса, әр істің межесі де анық болуға тиіс. Миды түрлі қоқысқа, яғни түрлі ақпаратқа толтыра беру де ішкі мотивацияны жояды. Ми өзіне нақты не қажет екенін, көздеген мақсатын анық көре алмайды. Мақсат анық, ішкі қалау таза, ниет, оң, ой дұрыс болмаса, мотивация туралы сөз қозғау артық.
миды басқаруды, оның құпиясы мен негізгі қызметін түсінген кезде адам қалаған арман мақсатын жүзеге асыруға жетелейтін мотивацияны бере алады. Бірінші, дәл қазір осы маған керек пе? Екінші, дәл қазір мені не мазалайды? Осы сұрақтарға нақты жауап беріп, ненің аса маңызды екенін анық білген кезіңізде миыңызды бос нәрсеге шашатудан, энергияны артық нәрсеге шашудан сақтанасыз. Керек дүниеге ғана, маңызы жоғары әрекетке ғана, өзекті мәселеге ғана бас қатырып, назарды соған бұрып, күш-қуатты соған ғана жұмсаған кезде әлбетте мотивация пайда болады.